Сәлем қадірлі көрермен, сізбен тілдеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жапишева. Елде коронавируспен ауырғандардың саны қайта өсе бастады. Кеше 602 науқас тіркелді. Олардың ең көбі Шығыс Қазақстанда. Солтүстік Қазақстан облысында 61, Қостанай облысында 57, Павлодар облысында 50, Алматы қаласында 36. Астана мен Ақмола облыстарында әрқайсысында 33 адамнан коронавирус инфекциясы табылған. Елде наурыз айынан бері 1945 адам ресми түрде коронавирустан көз жұмған. Бірақ бұл статистикаға коронавирус жұқтырғаны расталған, бірақ ілеспе аурудан қайтыс болды деген жүздеген адам кірмейді. Одан қосымша 420 адамы қайтыс болған. Бұл сандар онша көп болып көрінбейді, бірақ осы жылғы жалпы қайтыс болған адам санын өткен жылғымен салыстырар болсақ, осы жылы өткен жылғыдан 30 мыңға көп қазақстандық қайтыс болған екен. Бұның бәрі қыстың алдында алаңдатпай қоймайды. Барлығында қарбалаң дайындық. Мысалы, кеше Тоқаев коронавирусқа қарсы кезекті жиын өткізді. Ол жағдайды көктемдегідей жаппай карантинге жеткізбеуді тапсырды. Алайда бұл локдаун енгізілмейді дегенге кепіл бола алмайды. Сонымен қатар кей облыстағы вирус жұқтырғандар санына күмән келтіретінін айтты. Бүгінгі шығарылымда Тоқаевтың жиында айтқан туралы және жалпы елдегі коронавирус жағдайы туралы сөз қозғайтын боламыз. Бірақ бастамас бұрын сізден осы каналға жазылып, видеоға лайк басып, бөлісіп, міндетті түрде пікір қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет, кеттік. Бастамас бұрын бір ұсынысым бар. Бізде қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса деген мақал бар. Яғни заң солқылдақ. Бұның мәні биліктегілер заңдарды өздеріне ыңғайлы түсіндіре береді дегенді білдіреді. Шығарылымдарында өтірік айтпауға, ешкімді ренжітпеуге тырыссам да, айтқаным үшін айыппұл не бірнеше тәулік қарастырылуы мүмкін екенін есімнен шығармаймын. Бұл кімнің ренжігеніне және әділ сотымыздың қандай тетігіне сүйенетініне байланысты. Мен өзім заңгер болмағандықтан егжей-тегжейін білмеймін. Алайда жақында командамызбен жақсы заңгер маманмен таныстық. Есімі Алексей Сон. 11 жыл тәжірибесі бар заңгер. Одан әртүрлі мәселе бойынша кеңес алуға болады. Қарапайым күнделікті өмірде кездесетін мәселелермен, пәтеріңізді су басып кеткен үшін көршіңізден ақша талап ету, мүлікті не мұраны бөлісу, сот үкімін орындаушымен жұмыс, несие мәселелері секілді жағдайларда жүгіне аласыз. Күрделі жағдайларда, яғни үлескерлерді қорғау, сақтандыру компаниялармен, алақол серіктестерден ақша өндіріп алуда да көмектесе алады. Әңгіме миллиондаған үлкен сомалар жайында. Алексейдің клиенттер арасында Toyota, Lexus секілді танымал брендтер бар. Төменде сілтеме қалдырам. Сайтқа кіріп, толық ақпаратты ала аласыздар. Алексей мекемелерге де, жеке тұлғаларға да көмектеседі. Консультация қалай өтеді? Алдымен мәселенің егжей-тегжейін талқыланып, проблема анықталады. Кейін мәселені шешудің ең оңтайлы тәсілі таңдалады. Ол тәсіл барлығының көңілінен шықса, істі жүзеге асыруға кіріседі. Әрине, заңгерге жүгінетін жағдай болмасын деймін. Алайда қажет болып қалуы мүмкін екен ескеріп, төмендегі сілтемеге өтіп, ақпаратты түртіп алыңыздар. Коронавирусқа көшпес бұрын елде жастарды, елдің қамын ойлайтын адамдарды саясатқа тарту керек деп жар салған билігіміздің шын мәнінде не білдірген көрсететін кішкентай мысалға тоқталғым келеді. Кеше Нұр Отанның мәжіліске ұсынған депутаттары тізімі шықты. Ішінде 7 адам. 6-ауы болса баяғыдан бәрімізге мәлім адамдар. Ал 7-шісі жас жігіт болып шықты. Есімі Мәди Ахмет. Ол неге парламентке тізімге ілікті деп ойлайсыздар? Мүмкін аса ақылды жігіт шығар. Мүмкін елге тигізген пайдасы бар шығар. Депутат болуға қай жері лайық? Ол жұмбақтың шешімі оңай болып шықты. Өткен жылы Назарбаев Алматыға келген кезінде дәл осы жігіт Қазақстан жастарының атынан деп Алматының ортасында Назарбаевқа тірідей ескерткіш орнатуды сұраған екен. Ол барлық басылымдарда шыққан жаңалық естеріңізде бар шығар. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, біз жастардың атынан Алматыдағы Назарбаев даңғылында еліміздің негізін қалап, оны дамытуға баға жетпес үлес қосқаныңыз үшін сіздің ескерткішіңізді орнату туралы ұсынысымызды қабылдауыңызды сұраймыз, деді Мәди Ахмет. Бұл кішкентай мысал біздің елде билікке ақылды, еңбекқор,
адал адамдар емес, жағымпаздар ғана керек екенін тағы да бір рет айдан анық көрсетеді. Әйтпесе сыншыларын түрмеге қамап, айдап салмай жол беруші еді. Ал Мади Ахметтің алысқа баратынында менің күмәнім жоқ. Бірақ бірер жылда режим өзгерсе, не істейді екен? Сонымен кеше Тоқаев коронавирусқа қатысты кезекті жиын өткізді. Ол онда вирус жұқтырғандар санының көбейгенін айта келе, жағдайды көктемдегідей жаппай карантинге жеткізбеу қажет деп тапсырма берді. Қазір бүкіл әлем ковид теңдеуі деп аталатын күрделі мәселе шешудің алдында тұр. Мұндай жағдайда тұтас бір саланың жойылып кетуі ғана емес, кейін білінетін салдары да оңай тимейді. Жұмыссыздықтың көбеюі мен білім беру саласындағы олқылықтардың салдары көп. Соның ішінде қылмыстың өршуіне әкеп соқтыруы мүмкін. Сондықтан қазіргі міндет көктемдегідей жаппай карантинге жеткізбей пандемияны ауыздықтау. Сонымен қатар коронавирусқа қарсы қолданылатын дәрі-дәрмектердің бағасын төмендетуді тапсырды. Жалпы Тоқаев әдеттегідей медицина ұйымдарының пандемияға дайындығына көңіл толмайтынын, дәрігер арасында вирус жұқтыру қаупі әлде бар екенін айтты. Бұл мәселе бойынша көп ауыс түйіс болып еді. Соның бірі медицина қызметкерлері вирус жұқтырған жағдайда төленетін өтемақы алып тастау. Десе де жалақыға үстемақы төленеді. Алайда вирус жұқтырған дәрігерлерге төленуі қажет өтемақы қайтарылмай отыр. Одан басқа Қазақстанда Ресей вакцинасы шығарылатын болды. Инвестицияға қатысты келіссөздер басталып кетті. Тоқаев сонымен қатар елімізде ресейлік вакцинаны дайындайтын зауыт салу жоспары барын мәлімдеді. Ол отандық вакцинаны ешбір кедергісіз өндіріске енгізу үкіметтің алдында тұрған үлкен міндет деп айтқанымен, қазақстандық қандай вакциналар сынақтан өтіп жатқанын ашып айтпады. Сынақтың 3-ші кезеңі аяқталмаған Ресей вакцинасына кей халықаралық сарапшылар күмәнмен қарайды. Әрі Ресей вакцина шығарады деген сәттен бастап алуды жөн көрген біздің билік дәл қазір перспективалы, үміт күттіретін америкалық вакцинаны күтпеуді ұйғарған секілді. Одан бөлек ол кей облыстардағы вирус жұқтырғандар санына күмән келтірді. Бірқатар облыстарда коронавирус жұқтырғандар жайлы деректерді жасыру анықталды. Әңгіме Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Ақмола, Қостанай және басқа да облыстар жайында болып отыр. Өтірікті шындай сөйлеу аса қауіпті құбылыс екенін түсіну керек. Өйткені ол шынайы қауіптің бетін бүркемелейді. Сондай-ақ бүкіл еліміз бойынша коронавирус індетіне қарсы жүргізіліп жатқан күрес стратегиясына зиян тигізеді. Қазір ахуал жете бағаланбай, қабылданған шаралар толық жүзеге асырылмай отыр. Халықтың індеттен сақтану деңгейі төмендеп кеткен. Күмән келтіргені жөн шығар, алайда біздің елдің жалпы статистиканы қалай жүргізетінін кейіп сарапшылар сынға алады. Үкімет есебіне маусым-тамыз арасында анализ теріс. Бірақ клиникалық белгілері коронавирусқа ұқсас пневмонияға шалдыққан және осы дерттен қайтыс болған мыңдаған адам еңбек алған еді. Әрі коронавирус жұқтырып қайтыс болған кейбір марқұмдардың өліміне басқа дертті себеп деп статистикаға қоспаған. Жалпы Тоқаевтың осындай жиындарда жалпы айтқан сөздері де көп орындалмай жатады. Оны көріп жүрміз. Көктемдегідей жағдайға жеткізбеу қажет деген сөзде солардың бірі болуы мүмкін. Сондықтан да бұл сөзі елге локдаун енгізілмейді, қатаң карантин болмайды дегенге кепіл емес. Кешегі жиында Цойдың айтуы бойынша Қазақстан вирус жұқтырғандар саны бойынша сары аймақта тұр. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстары қызыл аймақта, ал Павлодар, Ақмола, Қостанай, Астана және Алматы сары аймақта. Ал қалған облыстар салыстырмалы түрде жасыл аймақта. Сонымен қатар Цой пессимистік болжамды қабылданған шаралар арқылы алдын алдық дейді. Бұл сөзі тым бұлыңғыр. Цойдың өзінің пессимистік болжамы бойынша локдаун желтоқсанның ортасында деп күтілген еді ғой. Яғни алдағы айда жағдайдың тұрақты болатынын қазірдің өзінде біліп қойып па. Қазір Цойдың бұған дейін ұсынған сценарийін бір шолып өтсек. Пессимистік сценарий бойынша елде жұрттың 60% ғана маска тақса, 2020 жылдың қазан-желтоқсанында 190 мың адам вирус жұқтырып, 65 мың адам ауруханаға жатқызуға тура келеді. Мұндай жағдайда желтоқсанның ортасында локдаун енгізілуі мүмкін. Реалистік сценарий бойынша жұрт арақашықтық сақтап, 70% маска тақса, қазан-желтоқсанда 90 мың адам вирус жұқтырып, 30 мың адам ауруханаға жатқызуға тура келеді. Бұл жағдайда қаңтарда локдаун енгізілуі мүмкін.
Ал оптимистік сценарий бойынша жұрттың 100% маска тағып жүрсе, қатаң карантин болмайтынын, қазан-желтоқсанда шамамен 40 мың адам ауырып, 15 мың адам ауруханаға түседі. Одан бөлек министрдің сөзінше елдегі ауруханалардың 70% толса, қатаң карантин жариялау керек болады. Жалпы Цойдың осы уақытқа дейін айтқан болжамдары көп орындала бермеді. Әрі биліктегілердің осындай болжамдары, карантиннің енгізілуіне байланысты айтқандары бір-біріне керағар пікір болып жатады. Мысалы, тәуелсіз сан зерттеу орталығы Қазақстанда коронавирусқа шалдыққандардың шынайы санын зерттеу мақсатында сауалнама жүргізіп, вирус жұқтырғандар биліктің айтқанын санынан 37 есе көп екенін анықтаған. Сауалнамаға 9 мыңнан астам адам қатысқан көрінеді. Олардың есептеуі бойынша елде вирус жұқтырғандардың шынайы саны 3,8 миллион адам, яғни халықтың 20%. Әр өңірде әртүрлі карантин шектеулері енгізілген. Соның бірі кеше Қостанай облысында бір аптаға карантин жариялануы. Онда жабық спорт объектілерінің, спорт кешендері, спорт залдар, фитнес-центрлер, спорт сауықтыру орталықтары және басқалары жұмыстарына тыйым салынды. Сонымен қатар қоғамдық тамақтану орындарына шектеу енгізілді. Сондай-ақ бұған дейін Батыс Қазақстан облысында да елді мекендерге санитарлық посттар қойылып, облыс орталығы Орал қаласына кіріп шығу шектелді. Кәсіпорындардың жұмыс уақыты қысқарды, ал елдегі коронавирус жұқтырғандар бойынша ең бірінші орында тұрған Шығыс Қазақстан облысы. Бүгін Қазақстанда жалпы 602 адам анықталса, оның 3-тен бірі, яғни 221 адам сол жақтан анықталған. Онда осы айдың 1-нен бастап блок бекеттер орнатылған. Карантин шектеулері барлығына бірдей емес екеніне мысал көп. Мысалы, Алматы облысында жаңа қаулы шықты. Кенеттен Қапшағайдағы казино жұмысына қойылған шектеуді алып тастаған. Неге алып тастаған түсіндіретін адам жоқ. Ойын бизнесі елдегі ең маңызды сала екен. Әрине жоқ. Жоғары жақтағы біреу көп жұмыс деп қойғаны сонша, енді шаршағанын құмар ойынмен басқысы келеме деген түсінік қана ойымызға келеді. Мұның қисыны да бар шығар. Қазақстаннан сонау Макао мен Лас-Вегасқа баруға ресми рұқсат жоқ. Яғни Қапшағай ең қолайлы нұсқа болмақ. Қарағандыдан оқырмандарымыз тағы да бір мысал жіберіпті. Қалада санитария дәрігерінің бұйрығына сәйкес жексенбі күні сауда және ойын-сауық орталықтарының жұмысына тыйым салынған. Жергілікті кәсіпкерлердің айтуынша жексенбіде жұмыс істейтін жалғыз сауда үйі Global City сауда орталығына қоңырау шалдық. Олар бұл сөзді растады. Айтуларынша, демалыс күні супермаркет пен дәріханаға ғана емес, сондай-ақ киім дүкендерінде аралауға болады екен. Әрине, сауда орталығына негізгі табыстың көп бөлігі демалыс күндеріне келеді. Ал енді ойлап көріңіз, демалыста қала бойынша бір ғана сауда орталығы ашық болса, халықтың бәрі қайда барады? Пайданы айтпасақ та түсінікті. Сырттай тон пішкім келмейді, алайда бұл жағдай жеке компанияның басшыларының лоббиіне ұқсайды. Не болса да ресми түсініктеме күтейік. Қарағанды санитария дәрігері журналистерден қашпайтын болар. Ал біздің Бекшин болса, шектеулер қандай жағдайда ғана ескерілмейтінін түсіндіретін болар. Аймақтарда осындай мәселелер бар, алайда мемлекет деңгейіндегі ірі проблемалардың жанында түкке тұрғысыз көрінеді. Биліктегілердің ойлағанында сол болса керек. Елде бәріне ортақ локдаун енгізуге қорқады. Себебі жаңағыдай кішкене мәселелердің ауқымы кеңейіп, елде наразылықтар көбеюі мүмкін. Сондықтан локдаун енгізіп-енгізбеуі белгісіз. Санитария дәрігерлері бәрібір ережелерді өз қалауынша өзгертеді. Ал бұған денсаулық сақтау министрлігі кедергі келтіре алмайды. Себебі министрліктің өзінде керағар пікір көп естиміз. Әйтеуір бірдеңе болып жатыр. Тіпті министрлер көпшілікке шығып сөз сөйлеуді де қойды. Министр Алексей Цой болса, брифингтерде айына бір рет қана шығатын болыпты. Оны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жақында өзінің кейбір аймақтарының кеңселеріне басшы деп тағайындаған еді. Ол кездесулерге қатысып, халықаралық ұйымдардағы жұмысына басымдылық қойған секілді. Денсаулық сақтау министрлігі ақыры ештеңе демейді екен. Біз өз нұсқамызды қарастырайық. Алдымен карантиндік аудандардағы жағдай туралы айттық. Екінші теориямыз биліктегілер шектеулерді неге дәл осылай өңір-өңірде енгізуді таңдағаны жайлы болмақ. Бұл ақылмен шешілген іс болса, қисыны бар. Әр облыстағы жағдай әртүрлі болғасын, шектеулерде әртүрлі болуы қажет әрине. Блок бекеттер орнатуды дұрыс шығар. Бірақ Шығыс Қазақстанда өткен тәулікте 221 адам анықталса, көрші Қарағандыда 20 ғана.
Сондықтан шығыс қазақстандықтар үйлерінде отыру керек, ал қарағандылықтар театрға барып, сауда орталықтарын аралай алады. Егер эпидемияны облыстар деңгейінде шешіп, ұлттық локдаунсыз шешетін болса, денсаулық сақтау министрлігін мақтар едік. Бірақ бұл стратегияның өзінде бір үлкен минус бар. Ол әлеуметтік қолдауға қатысты. Тағы да құны кеткен дүкенге 2 рет баруға ғана жететін 42.500 теңге жайында айтамыз. Бұл көмек төтенше жағдай кезінде берілетінін білеміз. Екінші, жалпы ұлттық карантин басталған уақытта министрліктегілер бұл ТЖ кезінде ғана беріледі деп сытылғысы келді. Ал адамдардың жұмыссыз отырғандарына заңда жауап бере алмайды екен. Президент айтып еді, төлемді қайта беретін болды, бірақ оған көптің қолы жетпеді. Ал енді қазірше карантин облыстар деңгейінде ғана болғандықтан мұндай көмек бермеудің себептері де көбейе түсті. Жұрт қатты шуласа, Тоқаев тағы араласып 42.500 теңге төлеу керек деуі мүмкін. Алайда ол бұл мәселеге ол баста кірісу қажет еді. Түсіндіріп өтейін. Мысалы, Қарағандыдағы кинозал иесін алып көрейік. Оның жұмысына сонау көктемде шектеу қойылған. Өзі оның жұмысшылары мемлекет берген қаржыға өмір сүрді. Күз келіп, төлемді алып тастады. Ал жұмыс істеуге әлі де болмайды. Қыс жақындап келеді, карантин күшейтілді. Я жұмыс жоқ, я төлем жоқ. Оған карантиннің облыстық не жалпы ұлттық екені бір тиын. Оның қаржылық жағдайы түкте өзгермейді. Сонда сол төлемді карантин мемлекет бойынша енгізілгенде ғана төлеудің ең маңызы бар. Көктемнен бері жұмыссыз қалғандар сол көмекке әлі мұқтаж. Сондықтан да көмекті төтенше жағдай локдаун енгізілгенде береміз демей, қанша саланың әлде шектелуде екеніне сүйеніп беру әлдеқайда әділеттірек. Осы мәселеде мемлекеттің айласын байқауға болады. Вирус мемлекет бойынша тарап кетпесін деп, облыстарды карантинге жауып, халыққа көмек беруден қашқақтайды. Нәтижесінде не болады дейсіз? Осы жылы локдаун енгізілмейді делік. Сол кезде денсаулық сақтау министрлігінің оптимистік болжамы орындала бастайды. Барлығың жарайсыңдар, эпидемияны тоқтаттыңдар, қаражатты үнемдедіңдер. Бірақ қандай бағамен? Жалпы елдегі жағдай туралы менің пікірім міне осындай, ал сіздің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар.